бәріне сәлем. Бүгін ең дәмді кекстардың рецептімен сіздермен бөлісемін. Алдымен сары майға қант қосамыз. Оны миксермен араластырамыз. Егер де миксер болмаса, қолмен де араластыруға болады. Одан кейін жұмыртқа. Бізге қажеті 3 жұмыртқа. Біртіндеп жұмыртқаны маймен қантқа қосып, разрыхлитель, ванилин қосып, одан кейін ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бананымызды сарғайған, жұмсақтау банан алғандарыңыз дұрыс. Біріншіден дәмдірек болады, екіншіден езген кезде өздеріңізге ыңғайлы болады. 2 бананымызды езіп, жаңағы массамызға қосып араластырамыз. Шоколад, өздеріңізде капелька шоколадтар болса, соны қоссаңыз болады, менде плиточный шоколадты кесіп салдым. Және де 180 градуста пісіреміз формочкаларымызды салып. Осындай дәмді, жұмсақ, үстелде әдемі көрінетін кекстар дайындауға болады. Көп рахмет. Егер де видео ұнаса, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.